Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сұйық майдың зияны және қандай майлар пайдалы, сол туралы айтамыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Майлар екіге бөлінеді: тазартылған және тазартылмаған. Тазартылған майлар химиялық өңдеуден өткен, рафинерленген иісі жоқ майлар. Олар жоғары температурада тез буланады және өзінен канцероген бөледі. Канцерогендер ағзада жиналып, онкологиялық аурулар, жүрек аурулары, атеросклероз, гормоналды өзгерістерге алып келеді. Сондықтан осындай майды алмауға тырысыңыз. Олар ұзақ уақытқа сақталады, бағасы арзандау. Тазартылмаған майлар химиялық қоспасы жоқ, құрамында витамин минералдар сақталған. Олар рафинерленбеген, бірінші сығындыдан алынған, яғни сыртында холодный отжим деген жазуы болу керек. Зәйтүн, зығыр, күнбағыс майы. Майды алғанда құтысына мән беріңіз. Құтысы шыны және жасыл, қоңыр түсті болу керек. Олар ұзақ уақытқа сақталмайды, бірақ бағасы қымбат. Экстра вирджин жазуы болу керек. Салатқа қосуға болады, тамақ қуыруға болмайды. Тамақ қуыруға гхи, кокос, малдың майы жақсы. Жеуге сары майдың тазасын қолданыңыз. 72,5-82% болсын. Себебі маргарин құрамында трансмайлар бар. Олар ағзада әртүрлі ауруларға алып келеді. Майдың сыртында спресс жазуы болса, маргарин болады. Трансмайлар қанда холестерин деңгейін жоғарылатады. Майдың ыдысы пластик болмасын, себебі пластиктен бисфенол зиянды зат бөлінеді. Тамақты буға, пеште қайнатып пісіруге тырысыңыз, және оны көп қуырмаңыз. Қуырылған тағам организмге зиянды әсер етеді. Әрқашан сапалы май алуға тырысыңыз. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.